Достар, білесіз бе, рубрикасының бүгінгі санында табиаттың ең ажайып байлықтарынан бірі болған пал хақында біліп аламыз. Пал мыңжылдықтардан берлі инсан өмірінің бір бөлігі болып келген. Ол тек қана мазалы өнім емес, ал емдерек іспатында да пайдаланылған. Палды минеткеш палхарилер гүлдерден нектар жинап, өз денелеріндегі табиғи ферменттер жәрдемінде қайта істейді. Нәтижеде біз санаған алтын сияқлы тынық, жағымлы иісі һәм оға да пайдалы пал пайда болады. Пал айемнен медицинада, тағамлар таярлауда һәм хәтте көзалықты сақлауда қолданылған. Достар, білесіз бе, палдың түрлері жүда көп. Ол қайсы өсімдіктерден жиналғанына қарап farqlanады. Палдың пайдасы оға да көп. Ол иммунитетті бекемдейді. Жөтел һәм тамақ ауруларында жәрдем береді. Жүрек жұмысын жақсылайды. Шаршауды кемейтеді һәм денені табиғи энергияменен тәмелейді. Пал сондай-ақ теріні азықландырады, ісінуге қарсы тәсір көрсетеді. Һәм жаралардың тез жазылуында жәрдем береді. Сол себеплі пал көптеген табиғи нықаплар һәм дәрілік араласпаларда кеңінен қолданылады. Палды азанда бір стакан жылы су, емаса лимон суымен ішу организмді тазалайды, күнді тетік басуға жәрдем береді.